Дәл қазір біздер Қаһарман-Мараш шаһарынан Адана қаласына келе жатырмыз. Бір қызығы, кәдімгі көлік таппай қиналып отырдық. Әкімдіктің өзі, елшіліктің өзі шешіп бере алмады, өйткені мүмкін емес. Бос құрал жоқ. Бәрі шаруаға жегілген. Сөйтіп отырған кезде 1000 шақырымнан бауырымыз келіп қалды, Асылбек деген. Сол бізді апара жатыр. Қазір сағат 13:00-де Түркия уақытымен біздің 84 киіз үйіміз түседі. Ол киіз үймен қатар 61 жылыту генераторы бар. Одан бөлек оның ішінде көрпе, төсек, жастық бәрі бар, жанды жылытатын. Біздің киіз үйлер 6 қанат, 8 қанат, 12 қанат. Яғни 6 метр, 1 бөлмелі, 2 бөлмелі үйлермен пара-пар деңгейі. Қиын сәтте ол 1-2 семья жатады емес, бір 20 адам еркін сияды. Өзіміз эксперименталды түрде алдын ала алып келіп алған киіз үйлерімізді тіктік түнде. Осы міне 3-ші түн жатып жатырмыз. Аздап суықтау, неге? Өйткені жылыту генераторлары негізгі жүкпен келе жатыр. Біз плитамен амалдап жатырмыз, бірақ палаткамен салыстырған кезде бір 4 есе 5 есе айырмасы бар. Жылы кәдімгідей. Палаткада суық ұстай бермейді. Сосын палаткада шығып кететін ауа жоқта. Киіз үйде төбеде түндік бар, сол арқылы жаман ауада басқасы да, ауаның циркуляциясы да бар дегенде ғой, көзімізді жеткіздік, ұзақ уақытқа тұруға болатынын. Киіз үй 5-6 айға шақталған, түрік билігінің өзі де айтып отыр. Тағы да 1000-ға жуығын алып келсеңіздер, біз қалаларға қоятын едік. Себебі 10 миллиондаған адамның баспанасы қирап, қазір оларға үй соғып бергенше сол киіз үйлерде бабалар секілді тұрса екен деп. 100-ге жуық киіз үйге әрқайсысына 20 адамнан кіргізетін болсақ, бірнеше семьяны 2000-2500 адамды енгізе аламыз. Және қырғыз бауырларда бізден сәл ертерек 160 киіз үйін әкепті. Олар мемлекеттік деңгейде кәдімгі президенті қолға алып, арнайы ұшақпен алып келді. Біздікі жай қарапайым 3-4 жігіттің, бір қыздың қимылдауымен құрылған нәрсе. Мемлекетке қол жайған жоқпыз, бюджеттен бір тиын алған жоқпыз. Кім қанша бере алады, жылу жарияладық, сөйтіп 100-ден астам киіз үй жинап алдық. Суреттерді көрдім, жүрегім ауырды. Сол суреттерді, видеоларды көргеннен аты бұрып әлеуметтік желіге жаздым ғой. Киіз үй алып барайықшы деп. Ол ұсынысты Арман Шораев секілді ағаларымыз жекеме шығып, ұсыныс күйінде қалып қоймасын, осыны жүзеге асырсайшы, бір елдік іс болатын еді. Қолдап берем ақпараттық жағынан деді. Содан кірісіп кеттік. Келген кезде енді жылаумен болды мен бірінші күні. Өйткені түнде Қаһарман-Мараш қаласына кіріп келе жатқанда қала жоқ. Кәдімгі сөгіліп кеткен, үгітіліп кеткен жоқ қала кәдімгідей. Ана жерде адамның кішкентай баланың қолы шығып жатады, құтқарушылар завалдарды көтеріп түсіріп жатыр. Соның ішінен өлі денелері тауып жатады. Анау құтқарушылардың түрінен көресің, өлікті шығара беруден шаршап кеткен. Үміті бар да, біреу тірі қала ма деп. Түк емес, ешқандай қиындық жоқ. Нені айтуға болады? Былайғы өмірдегі азаматтық, бейбіт өмірдегі шашымыздың 7-8 күн жуылмағанын, баня көрмегенімізді ма? Жоқ, бұл проблема емес. Палаткалар тігіп жатыр, және Катар 10.000 вагон алып келеді деді, кәдімгі үйге жинақталатындай үй секілді деп. Білмеймін, оны алып келді ме, алып келмеді ме? Біздердікі қазақ-қырғыз киіз үй тігіп жатырмыз. Енді Алла жазса бәрін реттейтін болсақ, 1000 киіз үйді іздестіріп жатырмыз. Қазақстаны бар, Монғолиясы бар, Қарақалпағы бар. Қайтадан әкеп тігеміз бұйырса. Бұл жолы халықтан жылу жинамаймыз, түрік үкіметі өздеріміз көмектесеміз деп отыр. Біз сол ұйымдастыру жағына жауап береміз.